Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қадалған картошка жасаймыз. Ол үшін бізге ет, пияз, сәбіз, чеснок, капуста, болгар бұрышы және картоп қажет болады. Қызып тұрған майға етімізді салып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Оның үстіне пиязымызды салып, 1-2 минуттай тағы қуырамыз. Сарымсағын қосамыз. Сәбізін қосып, тағы бірнеше минуттай қуырамыз. Болгар бұрышы мен капустаны салып, азғантай уақытта тағы бір қуырамыз. Қақпағын жауып. Енді картопымызды осылай қадап, көкөністерімізге қадаймыз. Үстінен барлық осылай етті және көкөністерді жауып, осындай нәрімен пісу керек. Бұрышын, тұзын салып, аздап су құямыз. Бәрі дайын болғанша ақырын отқа қойып дайындаймыз. Осындай әдемі және дәмді тағам шықты. Каналыма жазылып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға көптен көп рахмет.